Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапен. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Видеомызды бастамас бұрын мына төменде көрсетілген менің инстаграмыма жазылып қойыңыздар. Ол жақта да өте пайдалы ақпараттар бар, және негізгі сұрақтарыңыз болса, сол жақтан да тікелей қоюларыңызға болады. Ал онда кеттік, мен сіздерге бүгін садақаның 10 пайдасы жөнінде айтып бермекшімін. Жалпы садақа берудің өте пайдалы екенін білеміз. Ал оның жаңағы 10 пайдасын айтқан кезде 5 пайдасы осы дүниеде, ал 5 пайдасы о дүниеде болады екен. Ең бірінші пайдасы ол адамның мал дүниесін тазартады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқаны бар, назар аударыңдар, сауда-саттықта бос сөзділік, жалған ант ішу, өтірік айту араласады, сол себепті оны садақа беру арқылы тазартып отырыңдар деген. Яғни адам садақа беру арқылы өзінің мал дүниесін, табысын тазарта алады. Сондықтан мүмкіндігінше жиірек садақа берген дұрыс екен. Ал екінші пайдасы туралы айтатын болсақ, ол адам өзі күнәдан тазарады екен. Құран кәрімдегі Тәубе сүресінің 103 аятында мынандай аят келеді. Онда олардың мал мүлкінен садақа алып тұр. Бұл оларды күнәдан тазартады және береке артады деген. Міне сол себепті де адам өзін күнәдан тазарғысы келсе, мүмкіндігінше садақа берсін. Тіпті мынандай да жағдай айтылады, егер сен қандай да бір күнә жасап қойсаң, онда тезірек садақа беруге тырысу керек екен адам. Бұл да оны күнәдан тазартатыны анық. Ал үшінші пайдасы туралы айтатын болсақ, садақа адамды пәле-жаладан, ауру сырқаудан сақтайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, сырқаттарыңды садақамен емдеңдер деген. Яғни сіздерден біреу науқас болса, немесе жалпы болашақта ауырмасын деп өзін сақтандырғысы келсе, онда жиірек садақа берсін. Сонда Алла қаласа осы хадис негізінде ол адам өзінің ауруынан айығады. Төртінші пайдасы болса осы дүниедегі, ол міскін адамдарға, жалпы кедей-кепшікке үлкен қуаныш сыйлайды екен. Ал пайғамбарымыздың тағы бір айтқаны бар, мұсылман үшін ең абзал іс ол өзгелерге қуаныш сыйлау деген. Сол себепті осы садақа арқылы бір-бірлеріңізге қуаныш сыйлаңыздар. Бесінші пайдасын айтатын болсақ, ол адамның ризық несібесін көбейтеді екен. Себебі осы садақаны көп беру арқылы да байыған адамдар бар екен. Себебі Алла тағала Құран кәрімде айтады, олар не үшін, Алла үшін не нәрсені берген болса, Алла тағала оның есесін береді деп сөйдейді. Бұл мазмұндағы сөз Сәба сүресінің 39 аятында айтылған. Сондықтан да егер жаңада айтқанындай, ауру сырқаудан аман болғыңыз келсе, пәле-жаладан аман болғыңыз келсе, ризығыңыз көп болсын десеңіз, сонымен қатар басқа адамдарды қуантқыңыз келсе, онда көбірек садақа беріңіз. Ал енді алтыншы пайдасы, яғни ендігі келесі о дүниеде көретін пайдалары туралы айтатын болсақ, ол адамның махшар алаңында қатты ыстық болған кезде осы берген садақасы ол адамға сая болады екен. Ал жетіншіден, ол адамның есеп қисабы, яғни Алланың алдында есеп берген кезде онысы өте жеңілінен келеді. Сегізіншіден, амалдарының барлығы таразыға салынған кезде осы жақсылық жағы өте ауыр басады екен. Мына нақты садақа сол ауыр басатын көрінеді. Ал тоғызыншысы, Сират көпірінен көзді аша жұмғанша өте шығады. Сират көпірін білесіздер, одан өту оңай емес. Ал кейбір адамдар көзді ашып жұмғанша өте шығады екен. Ал садақаны көп берген адам сол кісілердің қатарында болатын көрінеді. Сонымен қатар, егер жұмақтағы дәрежесі де жоғары болады екен. Міне сіздерге мен садақаның 10 пайдасы жөнінде айтып бердім. Яғни бұл дүниеде де, ақыретте де өте пайдалы амал. Сондықтан тіпті кейде айтады ғой, ешқандай ақшам жоқ, ештеңем жоқ, қалай садақа берем деген кезде, тіпті сен Алла үшін деп 100 теңге берсең, тіпті өзіңде жоқ кезде берсең, байлардың мыңдап, миллиондап бергенінен де артық болады екен. Сондықтан садақа беруден тарылып қалмаңыздар. Тіпті ол тамақ ретінде, тіпті бір жақсылық жасау ретінде болса да, көбірек беруге тырысыңыздар. Бүгінгі айтатыным осы. Менің инстаграмдағы аккаунтыма жазылып қойыңыздар, мына төменде көрсетілген. Сонымен қатар осы каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көбірек пайдалы дүниелер білгілеріңіз келсе, осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздер садақа беріп жүресіздер ме? Ол туралы осы видеоның астына пікір ретінде жазып кетіңіздер.